Сәлем достар, бүгін жұлын ми нервтері нервус спиналисті талқылаймыз. Жұлын ми нервтері 31 жұп, алдыңғы және артқы түбіршіктердің қосылуынан түзіліп, омыртқа аралық тесіктен, яғни форамин интервертебралиден шығады. Жұлын ми нервтері 3 тармаққа бөлінеді. Алдыңғы тармақтар, қабықтық тармақтар және артық тармақтар. Қабықтық тармақтар жұлын қабықтарын иннервациялайды, ал артық тармақтар омыртқалардың көлденең өсінділерінің арасынан өтіп, арқаның терең бұлшықеттері мен терісін иннервациялайтын болып келеді. Енді алдыңғы тармақтар туралы айтатын болсақ. Жалпы алдыңғы тармақтарда бізде мойындық, иықтық, одан кейін кеуделік және де белдік, сегіз көздік бөлімдерін ажыратамыз. Бұл жерде мойындық, иықтық және белдік, сегіз көздік нервтің тармақтары өзара өрім түзеді, ал кеуделік тармақтар өрім түзбейді. Яғни бірден барып кеуденің клеткасындағы бұлшықеттерді теріні иннервациялайды. Бұл жерде кеуделік тармақтар Т1-ден Т12-ге дейін. Яғни Т1-ден Т7-ге дейінгі тармақтары кеуденің жоғарғы бөлімін, то есть бұл жердегі теріні, бұлшықеттерді, әйел адам болса сол жердегі сүт бездерін иннервациялайды. Ал Т7-ден Т11-ге дейінгі кеуделік тармақтар іштің алдыңғы бүйір бетіндегі бұлшықеттерді, сыртқы қиғаш бұлшықет, ішкі қиғаш, яғни іштің көлденең бұлшықеттерін иннервациялайды. Ал Т12-ші, яғни Т12-ші кеуделік тармақ ол қабырға аралық нерв деп аталады. Енді әрбір өрімге тоқталамыз. Мойын өрімі плексус cervicalis деп аталады. Жұлын мойын нервінің алдыңғы С1, С4 тармақтарынан түзіледі. Яғни суретте мынадай. Ол бізде терілік, бұлшықеттік, аралас тармақтар береді. Яғни терілік тармақтар дегеніміз теріні иннервациялап, теріде болатын қысым, жанасу, сипау деген сияқты сезімдерді сезуге көмектеседі. Ал бұлшықеттік тармақтары олар арқылы біз қозғалысқа келтіреміз. Аралас тармақтар терілікте, бұлшықеттікте тармақтарды береді. Терілік тармақтары кіші жүйде нерві, нервус оксипиталь минорис, жүйде аймағының терісін, үлкен құлақ нерві, нервус аурикулярис магнус, сыртқы есту жолын, құлақ қалқанын нервтендіреді. Мойынның көлденең нерві нервус трансверсус коли, мойынның алдыңғы аймағының терісі, мойынның тері асты бұлшықетінің сезімтал иннервациясы, бұғана үсті нерві нервус суpraклавикулярия, мойынның бүйір аймағына бұғана үстіңгі және астыңғы терілерін нервтендіретін болып табылады. Бұлшықеттік тармақтар осында жазылған барлық бұлшықеттерді қозғалысқа келтіретін мойын өрімінің тармағы болып табылады. Аралас тармақтар, яғни аралас тармаққа міндетті түрде тоқталу керек. Аралас тармаққа көкет нерві жатқызылады, ол нервус френикус деп аталады. Ол дәнекер тармақтар және көкетшілік тармақтар және көкеттің өзіне жаңағыдай тармағын береді екен. Көкет тармағы рамус диафрагматики деп аталады, яғни кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұратын, тыныс алуға қатысатын бұлшықетті қозғалысқа келтіреді екен. Ал дәнекер тармағы рамус коммуниканс, яғни жүрек қапқа және өкпе қапқа, рамус плеуралис, рамус перикардиакиға өз тармақтарын береді. Көкетшілік тармақтар рамус френика абдоминалис, яғни көкеттен төмен орналасқан, жаңағыдай бауырды, өт қабын жабатын іш астарды, диафрагманы жаңағыдай астынан жабатын іш астарды иннервациялайды. Осында френикус симптомын атап өту керек. Френикус симптомы дегеніміз мускулис стernоглейдомастоидус, яғни мойынның беткей бұлшықетіндегі аяқшасының арасын басқан кезде бізде осындай өттегі жаңағыдай өт қабының аймағында ауырсыну сезімі пайда болса, оны френикус симптомы деп атайды. Бұл дегеніміз өттегі жаңағыдай қабыну ауруы немесе бауырдың ауруларын анықтауға көмектесетін жаңағыдай симптом болып табылады. Келесі иық өрімі плексус брахиалис деп аталады. Жұлын мойын нервінің, яғни 5-ші, 8-ші және жұлын кеуде нервінің жаңағыдай бірінші алдыңғы тармақтарынан түзілген болып отыр. Міне, мына суретте анық көрсетілген. Яғни бұл жерде ағзамызға таралған барлық нервтар, олар бізде жаңағыдай жұлын ми нервінің, нервус спиналистің алдыңғы тармақтары екен. Ал оның жаңағыдай қабықтық тармақтары, артқы тармақтары жоғарыда айтып кеткендей жұлын қабықтарын,
немесе жаңағыдай арқаның терең бұлшық еттерінің сол маңайдағы теріні нервтандырады. Біз қазір өрім түзіп отырғандардың барлығы олар бізде жұлын ми нервінің алдыңғы тармақтары екен. Жалпы иық өрімі бұғана үсті және бұғана асты бөлімдерге бөлінеді. Бұл жерде бұғана үсті бөлімі парс суpraклавикулярис plexus brachialis деп аталады. Олар полный қысқа нервтар. Бұл жерде барлығын жазып кеттім. Мына жерде Б дегеніміз ол бұлшық еттік, яғни бұлшық еттік тармақтар. Жаңағыдай аталған нервтар аталған бұлшық еттерді қимыл қозғалысқа келтіреді. Барлығы латынша атауы жазылған. Бұны міндетті түрде конспектілеп оқуыңыз керек. Яғни мынауда бұлшық еттік қолтық нерв нервус аксилярис иық өрімінің тармағы болып табылатын маңызды нервтардың бірі. Ол бізде аралас, яғни дельта тәрізді бұлшық етке, кіші дөңгелек бұлшық етке, яғни иық аймағындағы иық буынының капсуласына тармақтарын береді. Яғни бұл бұлшық еттік тармақ және дельта тәрізді аймақ пен иықтың жоғарғы жағында сезімталдықты қамтамасыз ететін осындай терілік тармақтарында ажыратамыз. Иық өрімінің бұғана асты бөлімі парс интраклавикулярис plexus brachialis деп аталады. Ол полный бізде ұзын нерв қолтық ойығында, яғни подмышечная область, там ол бізде медиалды, латеральды, артқы будаларға бөлінеді. Бірінші тоқталатын медиалды буда, fasciculus medialis деп аталады. Ол полный терілік тармақтарын береді. Яғни иықтың медиалды терілік нерві nervus cutaneus brachimedialis, яғни иықтың шынтақ болуына дейін медиалды аймағының терісі, ал білектің медиалды терілік нервісі ол бізде білезікке дейінгі медиалды аймақтың терісін нервтандырады. Шынтақ нерві nervus ulnaris ол тоже аралас бұлшық еттерге және терілік тармақтарын береді екен. Сосын бізде ортаңғы нерв бар. Ортаңғы нервтің екі аяқшасын ажыратамыз. Crus medialis nervus mediani және де латеральды аяқшасы crus lateralis nervus mediani. Олар бізде аралас екеуі бірігіп бұлшық еттерді, одан кейін терілік тармақтарын береді екен. Одан кейін латеральды будаға кіретін екінші нерв бұлшық ет терілік нерв nervus muscula cutaneus деп аталады. Тоже аралас нерв бұлшық еттерге және теріге тармақтарын береді. Келесі артқы буда иық өрімінің бұғана асты бөлімінің артқы будасы, яғни иық өрімінің бұғана үсті, бұғана асты бөлімдерін ажаттық. Бұл жерде қазір тоқталып отырғанымыз бұғана асты бөлімінің үшінші будасы, яғни медиалды, латеральды, одан кейін артқы будаларын ажаттық. Кәрі жіліктік нерв жатады артқы будаға, fasciculus posteriorға. Ол бізде nervus radialis деп аталады. Екіге бөлінеді. Иықтың артқы терілік нерві, білектің артқы терілік нервтеріне. Nervus radialis жаңағыдай аралас нерв, ол бұлшық еттерге және теріге өз тармақтарын береді. Осы жерде бізде қол басының иннервациялануын омыру деген сөзбен жаттап алуға болады. Яғни міне У, М, одан кейін РУ. Бұл жерде nervus radialis, яғни аталған міне қызыл түспен боялған аймақты кәрі жіліктік нерв тандырады. У дегеніміз, яғни шынтақтық нерв. Шынтақтық нерв мына көк түспен белгіленген, яғни мынау 5-ші саусақты, 4-ші, 3-ші саусақтың мынау төменгі бөлімдерін нерв тандырады. Және nervus mediani ортаңғы нерв алақанның ішкі бетін нерв тандырады екен. Яғни бұл оңай есте қалу үшін шығарылған. Келесі бізде саусақтың қалыптары, яғни алақан саусақтарының қалпына қарап қай нервтің зақымданғанын білуімізге болады. Егер де пациент сізге осындай кейіпте қолын алып келіп көрсететін болса, онда ортаңғы нервтің зақымдануын білдіреді, яғни nervus mediani зақымданған. Ал егер де науқастың қолы осындай болатын болса, ол жерде шынтақтық нервтің nervus ulnaris'тің зақымданғаны. Егер де қолы осылай бүгілген күйде болатын болса, nervus radialis зақымдалған деп бірден білуге болады. Келесі бел өрімі plexus lumbalis. Ол бізде 12-ші кеуделік және белдік 1-ші, 4-ші алдыңғы тармақтардан түзілген жұлын ми нервтары. Бізде осындай бұлшық еттік тармақ, жаңағыдай аралас нервтарды өзінің тармақтарын таратады екен. Мықын шап нерві, мықын құрсақ асты нерві, жыныстық сан нерві, олардың барлығы бізде аралас нервтар, яғни белгілі бір бұлшық еттерге іште орналасқан және тер аймағында жаңағыдай жыныс мүшелеріне сезімталдықты беретін терілік тармақтарын береді. Бұлшық еттік тармақтары ramus muscularis, яғни белдің квадратты бұлшық ет, musculus quadratus lumborus, белдің үлкен және кіші бұлшық еттеріне өз тармақтарын береді.
келесі санның латеральды терілік нерві нервус кутанеус феморис латералис, яғни ол бізде таза терілік тармақ. Сан нерві нервус феморалис, яғни екі түрлі тармақ береді. Терілік тармақ және бұлшықеттік тармақ. Жапқыш нерв нервус обтураторис, ол да аралас нерв, яғни терілік бұлшықеттік тармақтарын береді. Соңғы өрім 8 көздік өрім плексус сакралис деп аталады. Алдыңғы 4-ші 5-ші белдік тармақтан 4 жоғарғы 8 көздік тармақтан түзілген жұлын ми нерві. Ол бізде ұзын және қысқа будаларын береді. Міне қысқа будасы ішкі жапқыш нерв, ал мұрт тәрізді нерв, 4 бұрышты бұлшықет нерві, олардың барлық бұлшықетті, яғни қандай нерв аталып отыр, дәл сондай бұлшықетке тармағын береді. Одан кейін тағы бұлшықеттік жоғарғы бөксе нерві нервус глютеус супериор, ортаңғы және кіші бөксе бұлшықетіне береді. Ол бізде бұлшықеттік, және төменгі бөксе нерві тоже бұлшықеттік. Жыныс нерві нервус пудендус аралас, яғни бұлшықетке де теріге де жаңағыдай тармақтарын береді екен. Ұзын тармақтарына келетін болсақ, міне терілік, санның артқы терілік нерві, ол бізде бөксе аймағы, шатаралықтың терісін, сатының артқы медиалды бетінің тақым шоңқырының терісін иннервациялайды. Шонданай нерві нервус исхиадикус, яғни ағзамыздағы ең ұзын нервке жатады. Шонданай нерві ол бізде аралас, жаңағыдай бұлшықеттерге өзінің тармақтарын беріп отырады екен. Шонданай нерві, яғни өзінің тармақтары бар. Ол асықты жілік нерві аралас, міне бұлшықеттерге, яғни осы асықты жіліктің аймағындағы 3 басты бұлшықетке, аяқ саусақтардың ұзын бүккішіне береді, және басқа да бұлшықеттерге, теріге береді. Табанның медиалды нерві нервус плантарис медиалис деп аталады. Ол тоже аралас, яғни бұлшықетке, теріге. Табанның латеральды нерві нервус плантарис латералис, және жалпы кіші жіліншік нерві нервус коммуниканс фибулярис деп аталады. Ол аралас, бетке кіші жіліншіктік нервке және терең кіші жіліншіктік нервке жіктеледі екен.